Ассаламалейкум достар, бүгін сіздермен эндокрин жүйесінің 3-ші сабағын қарастыратын боламыз, және де сіздермен тағы да медикстен. Алдыңғы сабақта сіздермен гипофиз туралы сөйлескен болатынбыз, соны аз ғана қайталап кетсек. Гипофиз pituitary gland, ол 3 бөлікке бөлінеді: anterior pituitary, intermediate lobe, posterior pituitary. Anterior pituitary ол радки паучтан дамиды, ал posterior pituitary ол нейроэктодермадан дамиды. Anterior pituitary дамитын радки паучтан келіп шығатын ісік жас балаларда кездесетін краниофарингиома еді. Anterior pituitaryдан әртүрлі гормондар синтезделеді. Олар FSH, LH, TSH, growth hormone, AKTG, пролактин, бета-эндорфин. Ал intermediate лобтан MSH синтезделеді, меланоцит стимулятинг гормон. Posterior pituitaryда ешқандай гормон синтезделмейді, тек екі гормон ол жерде сақталады. Ол окситоцин и ADH. Осы екі гормон гипоталамуста орналасқан супраоптик паравентрикуляр ядроларында синтезделіп, нейрофизин деген протеиндер арқылы тасымалданады және гипофиздің артқы бөлігінде сақталады. Осы жерде сақталып тұрып, кейін қанға шығып, өз эффекттерін көрсетеді. Алдыңғы сабаққа қысқаша тоқталып кеттік, енді бүгінгі сабаққа кіріссек. First Aid кітаптарыңызда анатомия бөлігінде пропиомеланокардин derivatives деген түсініктеме бар. Ол дегеніміз не? Пропиомеланокардин қысқаша помк деп айтылады. Ол помк үлкен молекула болып, осы молекула өз ішіне 3 гормонды алады. Ол AKTG, MSH, бета-эндорфин. Помктың мәні осы гормондардың арасындағы бір гормон көбейетін болса, онымен қоса помк құрайтын екі гормон да көбейеді, мөлшері көбейеді. Мысал ретінде AKTG көбейсе, MSH та көбейеді, бета-эндорфин да көбейеді. Мысалы, Кушинг дизизді алатын болсақ, Кушинг дизиз ол ауруына адrenal гландты сөйлескен кезімізде айтатын боламыз. Себебі адrenal гланд бүйрек үсті безі және бүйрек үсті безі бөлетін гормондардың бұзылысы нәтижесінде AKTG гормоны көбейеді. Осы AKTG гормоны көбейген себепті помк құрайтын басқа да гормондардың мөлшері артады. Мысалы, AKTG, MSH, бета-эндорфин үшеуі помктың құрамына кіретін болса, құрамына кіретін AKTG жоғарылағаны себепті MSH жоғарылайды және де ол клиникада hyperpigmentation береді. Және де оны біз Кушинг дизизді айтқан кезімізде қарастырып кетеміз. Бұл AKTG мен MSH-тің жоғарылауына мысал болды. Ал бета-эндорфиннің жоғарылауына мысалды тағы қарастырайық. Екі адам болатын болса, олар төбелесіп жатыр деп айтайық. Төбелесіп жатқан кезінде олар стресс күйінде болады. Стресс күйінде гипоталамустан кортикотропин релизинг гормон көп бөлінеді. Кортикотропин релизинг гормон көп бөлінгені гипофизға әсер етіп, гипофиздан AKTG көп бөлінеді. AKTG көп бөлінсе, адrenal гландтан кортизол да көп бөлінеді. Бұл жерде кортикотропин релизинг гормон көбейген себепті гипофиздан AKTG көп бөлініп жатыр ғой. Осы AKTG көп болғаны себепті бета-эндорфиннің да мөлшері жоғарылайды. Себебі бета-эндорфинді пропиомеланокардиннің құрамына жатады. Енді бета-эндорфин
жоғарылаған кезде адам төбелесіп жатқанда кей зақымдарды алатын болса, мысалы мұрнынан зақым алса, мұрны қанаса, немесе басқа да зақымдарды алатын болса, адам ауруны сезбейді. Ол бета-эндорфиннің жоғарылап кетуі есебінен екен. Не үшін дегенде, жалпылама эндогенді және де экзогенді опиаттар бар. Эндогенді опиаттарға осы бета-эндорфин, одан басқа энкефалин деген сияқты биологиялық активті заттар жататын болса, экзогенді опиаттарға дәрі-дәрмектер жатады. Ол дәрі-дәрмектер мысалы морфин болуы мүмкін, фентанил болуы мүмкін. Осы эндогенді және де экзогенді опиаттар өздерінің арнайы опиоидты рецепторларына әсер еткенде, опиоидты рецепторлар әртүрлі болуы мүмкін, мю, каппа, дельта деген сияқты. Осы рецепторларына әсер еткен кезінде ауру белгілері блоктанады. Ауруны адам сезбейді. Сол себепті де екі адам немесе төбелес кезінде зақым алатын болса, адам ауруны ешқашан сезбейді екен. Ол механизм осымен түсіндіріледі. Және де мына жерде сол механизмді ағылшынша жазып түсіндірген. Енді келесі pituitary gland. Бұны как план деп айтсақ та болады, себебі алдағы сабақтарымызда енді әрбір гормонға жеке-жеке тоқталып өтеміз, және де ол аурулардың бұзылысы нәтижесінде қандай аурулар болады, солардың барлығын қарастыратын боламыз. Мысал ретінде TSH болса, TSH көбейіп кетсе қандай ауру болады, азайып кетсе гипотиреоз болады деген сияқты. Немесе АКТ-гі көбейсе, Кушинг синдром, Кушинг дизиз деген сияқты ауруларды қарастырамыз. FSH и LH бұзылысы нәтижесінде не болады, оны қарастырамыз. Гроус-Харман көбейсе, акромегалия, ал азайып кетсе карликовость дейді ғой, сондай ауру болуын айтамыз. Нанизм, ал пролактин көбейіп кетсе гинекомастия, немесе пролактин жоғарылап кеткеннің әсерінен не үшін жүктілік болмай жатыр, солардың механизмдерін қарастырамыз. Енді бүгін окситоцин гормонынан бастаймыз, ал келесі сабағымызда ADH-ті сөйлесетін боламыз. ADH-та диабетус инсипитусты сөйлесеміз. Ал бүгін окситоцин қалай жұмыс істейді, соларды қазір талқылаймыз. Окситоцин ол ADH-пен бірге гипоталамустағы супраоптик паравентрикуляр ядроларынан бөлінеді және нейрофизин деген протеиндермен бірге гипофиздің артқы бөлігіне тасымалданып береді. Гипофиздің артқы бөлігінен қанға шығып, ол жатырда және де сүт безінде орналасқан өз рецепторларына әсер етеді. Ол рецепторларға әсер еткенінде ол GQ рецептор механизмімен жұмыс істейді. Ол дегеніміз қандай? Оны толықтай келесі слайдта сөйлесеміз, қазір қысқаша түсініп кетейік. GQ рецептор ол жатырдағы бұлшықеттерде орналасқан жасушалардың сыртында болса, немесе сүт безінде орналасқан жасушалардың сыртында болатын болса, осы окситоцин GQ-ға әсер етеді, және де ол жасушаның ішінде кальцийдің мөлшерін көбейтіп береді. Кальцийдің мөлшері артқан кезде актин, миозин байланысы артады. Комплексе байланысы артқан кезінде contractions болады. Яғни жатыр жақсы жиырылады. Мысал ретінде мынау жатыр болатын болса, мынау жатырдың мойны болсын, және де жүкті әйел болсын. Жүкті әйелдер жатырында
бала бар, және де ол 3-ші триместр кезінде ананың қанында эстрогеннің мөлшері жоғарылайды. Эстроген мөлшері жоғарылаған себепті жатырда орналасқан окситоцин рецепторларының саны артады. Окситоцин рецепторлары артқан сайын бала төмен қарай жылжыған кезінде ол жатырдың мойнындағы рецепторларға басым түскен себепті осы рецепторларды қоздырады. Осы рецепторлар қозғаннан кейін позитив фидбэкпен, тура алдыңғы сабақтарда айтқанымыз сияқты, позитив фидбэкпен миға сигнал барады, брейнға. Брейнда гипофизда мысалы окситоцин сақталып тұр. Ол окситоцинді гипофиздің артқы бөлігі қанға шығарып береді. Және ол келіп тура жатырдағы жасушалардың рецепторларына әсер етеді. GQ механизмімен жұмыс істеп, GQ рецепторларына әсер етіп, осы жатырдағы жасушалардың ішінде кальцийдің мөлшерін арттырып береді. Актин-миозиннің байланысын арттырып, жатырдың жиырылуына алып келеді. Жатыр тағы да көп жиырылған сайын бала тағы да төменге түседі. Бала тағы да төменге түскеннен кейін тағы да осы эстроген арқылы көбейіп берілген окситоциндар қосып, тағы да позитив фидбэк барады. Позитив фидбэк барып, брейнға тағы сигнал барады, және де тағы да окситоцин бөлініп, баланың жатырдың жиырылуы нәтижесінде тезірек және де сондай физиологиялық туылуына көмектеседі. Бұл кезде тағы сөйлесетініміз утерус атония деген ауру бар. Яғни жатырдың атониясы. Ол кезде жатырдың бұлшықеттері жиырылмайтын ауру болып келеді. Ол кей факторлардың әсерінен болуы мүмкін. Осы жатырдың атониясы кезінде баланың жатырдан жиырылып төменге түсу үшін окситоцин көмектескен себепті сырттан окситоцин енгізіледі. Сол кезде балада окситоцин, сырттан енгізілген окситоцин GQ рецепторларына әсер етіп, осы жатырдағы клеткаларды жиырылуын көбейтіп, баланың туылуына көмектеседі. Сондай. Бұл жерде білетініміз, окситоцин рецепторлары 3-ші триместрде эстроген арқылы көбейтіліп берілді, саны көбейтіп берілді, және де окситоцин жатырдың бұлшықеттерінің жиырылуына көмектеседі. Және де ол баланың туылуы кезінде, және де ол позитив фидбэкпен жұмыс істейді. Ал енді окситоциннің сүт безінде рөлін қарастырайық. Мысалы, бала туылған кезде қатты жылайды, сол кезде ана қатты уайымға түседі. Осы уайым кезінде анадағы бақыт гормондарынан болып саналатын дофаминнің мөлшері азаяды. Ол бақыт гормоны, допаминнің мөлшері азаяды. Оның әсерінен пролактиннің мөлшері көбейеді. Себебі дофаминнің басты қызметі пролактиннің синтезін тежеп беру еді. Ал егерде дофамин азайып кететін болса, оның тежеуші қызметі төмендеген себепті пролактиннің мөлшері көбейіп, milk productionға көмектеседі. Яғни, milktің, сүттің өндірілуіне көмектеседі. Сүттің пайда болуына көмектеседі. Және бала туылғаннан кейін сол балаға сүт беру кезінде баланың аузы сүт безінің бұлшықетті қабатына тиген кезінде suckling, яғни milk letdown reflex іске қосылады. Ол дегеніміз, баланың аузы сүт безінің бұлшықеттеріне тиген кезінде тағы да миға позитив фидбэк барады.
соның әсерінен мидан окситоцин бөлінеді. Окситоцин бөлінген кезінде сүт бездерінде орналасқан жасушаларда жүйке рецепторлары болған себепті осы жүйке рецепторларға әсер етеді. Соның әсерінен осы сүт безінде орналасқан жасушалардың ішінде кальцийдің мөлшерін көбейтіп, актин-миозин байланысын арттырып, контракшнсқа көмектеседі. Контракшнс болған кезінде сүт жасушалары қатты жиырылғаны себепті пайда болған сүт сыртқа балаға шығарылып беріледі. Менің ойымша түсіндіңіздер деп ойлаймын. Және де окситоцин сүт безіне әсер еткен кезінде жатырмен жұмыс істеген кезінде позитив фидбакпен жұмыс істеуін ұмытпауымыз керек. Және де окситоцин mood stability, fear, anxiety, depression, social bonding деген сияқты эмоцияларға жауап береді. Бала толып жатқан кезінде окситоцин позитив фидбакпен бөлінді және сүт безінен пайда болған сүт балаға шығарылып берілу үшін тағы да окситоциннің мөлшері жоғарылады. Сол мөлшері көбейген окситоциндар ананың балаға деген мейірімін оятып береді екен. Яғни осы ана өзі баланы туатын болса, және де өзі баласына өз безінен пайда болған сүтті беретін болса, анада балаға деген мейірім содан пайда болады екен. Осы окситоцин себепті пайда болады екен. Және де кей мәліметтерде айтады, кесарова мен туатын әйелдерде өз баласына деген мейірімі азырақ болады деп. Себебі кесарова кезінде миға позитив фидбак бармайды, және де окситоцин көп мөлшерде бөлінбейді. Сол себепті де окситоцин аз болған себепті анада балаға деген мейірімі аз болады деп айтады екен. 3-ші триместрда білетін затымыз, білуіміз керек болған зат, 3-ші триместрда gap junctions артады екен. Яғни әртүрлі жатырда клеткалар болатын болса, жасушалар болатын болса, осы жасушалардың арасында байланыс артады. Ол gap junctions, Осы байланыс артатын болса, оның ішіндегі кальций, көбейген кальций ионы тез мынау жасушаларға таралып, тезірек контракшнға көмектеседі. Тезірек контракшн болуға көмектеседі. Соны түсініп алуымыз керек. Gap junctions тек жатырдағы орналасқан жасушаларда ғана емес, басқа да жасушаларда болуы мүмкін. Мысалы, бүйрек жасушаларында және де бүйректе реабсорбция қызметтері бар. Gap junctionстар реабсорбция үшін өте үлкен роль атқарады. Енді жүйке рецепторлары қалай жұмыс істеуін қарайық. Жүйке рецептордан басқа тағы да GI деген рецептор бар, GS деген рецептор бар. Ол рецепторлар бір-бірімен олардың жұмыс істеу механизмі жағынан бір-бірінен ажыратылады. GI рецепторлары inhibit деген сөзінен шығып, тежеуші эффект береді, ал GS рецепторлар stimulate деген сөзден шығып, қоздырушы стимул эффект береді. Енді жүйке рецепторлар қалай жұмыс істейді? Мысалы, гормон болатын болса, мысалы ол окситоцин. Окситоциннан басқа да гормондар бар. Осы жүйке рецепторымен жұмыс істейтіндер. Яғни оларға гонадотропин релизинг гормон жатады. Релизинг гормон жатады. Және де окситоцин жатады, ADH жатады. ADH екі рецептор болатын болса, V1 рецепторлары тура GQ рецептор болып табылып, осылай жұмыс істейді. Және де тироид релизинг гормондар жатады, гистамин жатады, ангитензин 2 жатады, және гастрин жатады. Гистаминнің да тура антидиуретик гормон сияқты бірнеше рецепторлары бар. Осы гистамин 1 рецепторлармен жұмыс істейтіндер GQ рецепторы механизмімен жұмыс істейді екен.
Енді окситоцин және де жаңағы гормондардың барлығы осы жүйке рецепторға әсер етеді, және де гормон ол басқаша лигант деп те аталады, және де ол гормон осы рецепторға келіп әсер етеді. Жалпылама мынау жасуша болатын болса, селл болсын, жасуша мембранасында фосфолипидті қабат бар, және де белоктардан құрастырылған, жасуша мембранасы. Белоктарда бар жасуша мембранасында. Ол белоктардан рецепторлар пайда болады. Осы рецепторлар, мысалы, гормон өз рецепторына әсер етеді екен, және де гормон әсер еткен кезінде осы рецептор альфа, бета, гамма сабюнитті протеиндермен байланысқан болады екен. Осы әр протеин альфа, бета, гамма протеиндердің барлығы гуанизин дифосфатпен байланысқан болады. Гуанизин дифосфат ол инактив. Себебі актив түрі гуанизин трифосфат. Енді гуанизин дифосфат активті болу үшін гуанизин трифосфатқа айналу керек. Және де осы гормон әсер еткен кезінде альфа сабюниттің эффекті болған себепті альфа сабюнит ажыралып шығады, осы гуанизин дифосфатқа бір фосфорный остаток қосылған себепті гуанизин трифосфат пайда болып, осы альфа сабюнитті гуанизин трифосфат актив болады. Актив болған себепті ол жасуша мембранасында фосфолипазаның бөлінуін арттырады. Фосфолипазасының бөлінуін арттырады. Ол фосфолипазасы жасуша мембранасында орналасқан фосфолипидтардан бөлінеді. Енді альфа сабюнитті протеин осы фосфолипазасына көбейтіп беруінің себебі ол жалпылама осы жасуша мембранасынан алынған фосфоинозитол дифосфатты ыдыратып беру керек. Яғни фосфолипазасы осы фосфоинозитол дифосфатты диацилглицеролға және де инозитол трифосфатқа ыдыратып беру керек екен. Себебі диацилглицеролда инозитол трифосфатта протеин киназаны активтейтін болса, протеин киназасы ол фосфорлану механизмына жауап береді. Фосфорлану механизмі кезінде бір фосфорный остаток қосылған себепті, мысалы энзаймс активтелуі мүмкін, немесе олардың функциясы тежелуі мүмкін. Енді протеин киназасы инозитол трифосфат диацилглицерол арқылы қалай активтелді? Диацилглицерол арқылы тікелей протеин киназа активтеле алады екен. Ал инозитол трифосфат протеин киназаны активтеп беруінің себебі инозитол трифосфат ол эндоплазматик ретикулумға барады, эндоплазматик ретикулумда кальций қор ретінде сақталып тұрған болады. Және де осы кальций цитозолға шығуына көмектеседі. Кальций цитозолда мөлшері артқаннан кейін протеин киназасы активтеледі. Яғни цитозолда артқан кальций протеин киназасыны активтеп береді екен. Және де олардың басталу механизмі инозитол трифосфатпен байланысты болып тұр. Және де бұл кальций, көбейген кальций тек протеин киназасыны активтеп фосфорлануға жауап беріп қана қоймай, кальций контракшнсқа да жауап береді екен. Жаңаға механизміміз, яғни жатырда болып жатқан жиырылулар, сүт безінде болып жатқан жиырылулар тура осындай механизммен жүреді екен. Яғни осы контракшнс инозитол трифосфаттың мөлшері артқан себепті эндоплазматик ретикулумнан кальций көбейіп контракшнсқа алып келіп жатыр. Яғни инозитол трифосфаттың артуымен осы механизм түсіндіріледі екен. Осы инозитол трифосфат пен диацилглицеролдың эффекттері қалай болады? Яғни олар смooth muscle контракшнға жауап берсе, және де олар
сілекейдің бөлінуін қамтамасыз етуі мүмкін, гормондардың бөлінуін қамтамасыз етуі мүмкін. Мысалы, сілекейдің гормондардың бөлінуін қамтамасыз ететін басымырақ диацил глицерол болса, smooth muscle contractionsқа инозитол трифосфейт жауапты болады екен. Мысалы, кейсте мынаны келуі мүмкін. Бала туылып жатқан кезінде жатыр жиырылуы үшін окситоцин қандай механизммен жұмыс істеп тұр деген сияқты сұрақпен үлкен кейс келуі мүмкін. Сол кейсте варианттар беріледі. А вариантында мысалы инозитол трифосфейт артады, соның әсерінен кальций артады. Немесе Б вариантта инозитол трифосфейт төмендейді. С вариантта циклический аденозин монофосфат артуы себепті. Немесе Д вариантта циклический аденозин монофосфат төмендеу себепті. Еде мысалы НО артуы себепті деген сияқты варианттар болуы мүмкін. Және де дұрыс вариант инозитол трифосфаттың артуы себепті кальций артып тұр. Және де contractions болып бала толып жатыр деген сияқты механизммен жұмыс істеуін біз белгілеуіміз керек. Яғни қысқаша тезірек тоқталып кетсек, окситоцин гормоны GQ рецепторларына әсер етеді, және де рецепторлар альфа, бета, гамма, сабюнитті протеиндерден тұрады, және де осы протеиндер гуанизин дифосфатпен байланысқан болады. Гуанизин дифосфат инактив болған себепті оған бір фосфорный астатік қосылып, гуанизин трифосфатқа айналады, және де альфаның эффекті болған себепті ажыралып шығады. Альфа ажыралып шыққан кезінде жасуша мембранасында фосфолипидтерден фосфолипаза С-ның бөлінуін көбеюіне жауап береді. Фосфолипаза С көп бөлінетін болса, осы фосфолипидтерден фосфоинозитол дифосфат деген зат пайда болып, осы заттан фосфолипаза С диацилглицеролды және де инозитол трифосфатты пайда етеді. Яғни фосфоинозитол дифосфатты ыдыратып, инозитол трифосфат диацилглицеролды пайда етеді. Диацилглицерол тікелей протеин киназа С-ны активтейді, ал инозитол трифосфат кальцийді цитозолды көбейткен себепті contractionsқа себеп болады. Яғни жатырдың жиырылуына себеп болады. Сүт бездерінде орналасқан жасушаларда жиырылуына көмектеседі. Және де осы көбейген кальций инозитол трифосфаттың көбеюімен пайда болған цитозольдағы көп мөлшердегі кальций протеин киназаның сыны да активтей алады. Яғни протеин киназасы диацилглицеролдан тікелей активтеледі, және де артқан мөлшердегі кальциймен де активтеледі екен. Соның әсерінен фосфорлану реакциясы жүреді, және де фосфорлану реакциясында кей энзимдер активтелуі мүмкін, немесе тежелуі мүмкін. Сондай. Енді осы гормонның эффекттері қандай болуы мүмкін? Осы рецепторлармен жұмыс істейтін гормондардың эффекттері қалай болуы мүмкін? Ол гормондар сілекейдерді көп бөлінуіне алып келуі мүмкін, гормондардың бөлінуіне алып келуі мүмкін, және де осы сілекейдің бөлінуі мен гормондардың бөлінуіне көбірек диацилглицерол жауап беретін болса, инозитол трифосфат contractionsқа жауап береді. Және де жатырда contractions инозитол трифосфаттың артуы себепті кальцийдің мөлшері көбейгені себепті болып жатыр. Соны түсініп алуымыз керек. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Және де келесі сабақта көріскенше, егер де сіздер біздерді барынша қолдасаңыздар, қуанышты болушы едік. Каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосқан болушы едіңіздер. Және де бізге подписка жасап, осы видеоларға лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Әрбір лайкыңыз, әрбір подпискаңыз бізге мотивация болады. Және де сабақтарымызды қалдырмай көруге тырысыңыздар. Үлкен рахмет. Келесі сабақта ADHD қарайтын боламыз.